Міне мамалар, бүгін песочный тесто асқабақтың дәнімен, яғни наны блендерден өткізіп аламыз. 3 жұмыртқа, қант, арнайы разрыхитель, химайы, жұмсақ үйде еріп тұрған миксі және миксі оны шығардым. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Қантпен мені жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып аласыздар қантпен. Одан кейін химайы, сода, жұмсақ күйдегі. Соданы сода, сосын кейін асқабақтың блендерден өткенін қосып, мынаны бетіне кішкене алып қаласыздар. Жұмсақ қып елейміз енді. Миксі оны көз мөлшермен сала беремін. Сіздерге қалай ыңғайлы. Сап-сары болып әдемі печенье шығады, тәттілігі де бар өзінің. Микс ұнынан да салам шырын. Жұмсақтау болып елейсіздер жатыр. Жұмсақтау болып елеп аласыздар да, жарты сағатқа кішкене тындырып қойсаңыздар болады. 170 градуста астына пісіріп аласыздар. Кәдімгі өзіңізге печенье елеген құсап елейсіздер. Міне мамалар, тесто жұмсақ қып елеп аласыздар. Қойғыларыңыз келсе жарты сағатқа қоясыздар, қойғыларыңыз келмесе пісіре беруге де болады. Жұмсақ тесто. Міне мамалар, тестоны жайып аламыз, астына кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер. Қалыңдықты өздеріңізге ұнайтын қалыңдық жасасаңыздар болады. Бетіне жұмыртқа жағып жіберуге болады. Бетіне жұмыртқа жағып жіберіп. Мамалар жаңағы алып қалған асқабақтың үгіндісін бетіне сепсеңіздер болады. Өздеріңізге ұнаған үйдегі формочкамен 170 градуста пісіріп аласыздар. Міне газдың астына саламыз 170 градуста. Печеньеміз дайын. Міне печеньеміз сап-сары. Ас болсын.